Оқырман қауым, ақын, журналист, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Жазушылар одағы Павлодар облыстық филиалының төрағасы болған, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Павлодар қаласы және Баянауыл ауданының құрметті азаматы Арман Қанидің 70 жылдығына орай «Өмір шіркін, жебе сынды зулаған» атты әдеби ақпарат сағатын ұсынамыз. Арман Бектенұлы Қани 1954 жылғы 22 ақпанда Павлодар қаласында туған. Ақынның алғашқы өлеңдеріне 1980 жылдардың басында республикалық әдеби басылымдар беттерінде қазақ поэзиясының көрнекті тұлғалары Жұмекен Нәжімеденов, Қуандық Шаңғытбаев жылы лебіз білдіріп, шығармашылығына сәт сапар тілеген. Ақынның топтама өлеңдері Қазақстан жас ақындарының Қарлығаш ұжымдық жыр жинағына енген. Ар алдында 2001 жылы, Қызыл түнектегі Ақбұрқақ, Тамшылар 2004 жылы, Шындықпен бетпе-бет 2006 жылы, Жұлдызды тұман 2008 жылы тағы басқа еңбектері жарық көрген. Арман Қанидің өлеңдерін тыңдай отырып, жасынан өлеңді сергек еткен ақын